Мюнхендік Бавария Harry Kane'ді сатып алуға дайын және оған келісімшарт ұсынды. Негізгі қақпашысынан айырылған Реал Мадрид клубы енді не істемекші? PSG Неймарды командадан кеткенін қалауда және оны Барселонаға ұсынды. Мадридтік клубтың қақпашысы Тибо Куртуа ауыр жарақат алғанына байланысты қатардан ұзақ мерзімге шығып қалды. Осы жайында Мадридтік клубтың ресми сайты хабарлады. Футболшыға тізесінің алдыңғы крест тәрізді байламаның үзілгені анықталған. Куртуа бұл жарақатты жаттығу кезінде алған. The Athletic басылымының деректеріне сүйенсек, ота жасалғаннан кейін голкипер 2024 жылдың сәуір айында қатарға қосылады. Қысқартып айтқанда, қақпашы үшін бұл маусым аяқталды десек те болады. Қақпашы үшін ауыр жарақат болды. Өзіңді осындай нәрсе күтіп тұрғанын білмейсің, бірақ енді осыны қабылдап, қиындыққа артқа тастап, мықты болып оралу қажет. Барлықтарыңызға рахмет, энергияларыңыз бен қолдауларыңызға рахметімді айтамын. Бұл менің қалпыма келуіме шабыттандырады деп қалдырған екен Тибо Куртуа Instagram парақшасында. Мадридтік клуб енді Тибо Куртуаның орнына екі қақпашын көздеп отыр. Олардың бірі Давид де Геа және Keylor Navas. Дерек көздің хабарлауынша, Мюнхендік клуб Кейнге және ағылшындық клубқа қолайлы және керемет ұсыныстар жасаған. Бавария Англия капитаны үшін 100 миллион евро ұсынған және 20 миллион евро бонустармен. Енді Бавария Кейнді Мюнхенге көшуде көндіру керек. Бұған дейін 30 жастағы ағылшындық плеймейкер Тоттенхэмнен кеткісі келмейтінін хабарлаған болатын. Тоттенхэм премьер-лигасының алғашқы ойынын жексенбі 13 тамызда Брентфордқа өткізеді. Harry Kane түлек Тоттенхэмге бірінші командада ойнайды. Тоттенхэмнің 2009 жылдан бері оның қоржынында 435 матч бар. Ол гол соққан оның команда үшін 280 гол және 64 нәтижелі пас берген. Кейннің қазіргі келісімшарты Тоттенхэммен келесі жазда аяқталады. Тоттенхэмнің президентін көндіру оңай болған жоқ Бавария клубы үшін. Басында 80, сосын 90, сосын 100 және 100-ден кем плюс 20 миллион бонустармен көндіру өте қиын болды Бавария клубы үшін. Кейінде қазір Баварияға өткісі келіп тұр. Неге десеңіздер, Harry Kane командалық жүлде бойынша бірде-бір кубок ұтқан жоқ. Осы жылдар аралығында 2009 жылдан бері. PSG бразилиялық шабуылшы Неймарды Барселонаға ауыстыруға келісті, деп хабарлайды Фабрицио Романо. Дерек көздің хабарлауынша, француз клубы келісімшарт жүзеге асу үшін каталондықтар клубпен келіссөздерде икемдік танытуға дайын. 31 жастағы Неймар Барселона сапында 2013-2017 жылдар аралығында өнер көрсеткен. Оның PSG-ға ауысуы футбол тарихындағы ең қымбат трансфер болып береді. Париж клубы бразилиялық шабуылшы үшін 222 миллион евро төлейді. Неймардың PSG-мен келісім шарты 2025 жылдың маусымына дейін. Transfermarkt порталының мәліметі бойынша ойыншының нарықтағы құны 60 миллион евроны құрайды. PSG сапында барлық турнирлерде 29 ойынға қатысып 18 гол және 17 голдық пас берген. Бұрынғы Неймар қайтадан да оралуы мүмкін. Неге десеңіздер, Неймар Барселонаға оралып жатыр. Неймар Барселонада PSG-дан жақсы өнер көрсеткен және қалаған алтын добын жеңіп алуына мүмкіндік бар. Мүмкіндік болғанда мүмкіндік көп емес, 30% мүмкіндігі бар. Себебі Барселона қазіргі таңда Еуропа лигасында ойнайды. Неге десеңіздер, Барселона Лионель Месси кеткеннен кейін әлсіреп қалды. Неймар Барсаға өткеннен кейін алтын допты алу үшін Барселона Лига чемпионатты жеңіп тиіс. Қазіргі таңда Барселона енді дамып келе жатыр Хавидің арқасында. Егерде Барселонада жақсы өнер көрсетіп Барселона Чемпиондар Лигасын жеңетін болса, Неймар алтын допты жеңіп алады. Немесе Левандовски. Манчестер Сити жартылай қорғаушы Лукас Пакетаның трансферін жақын күндері аяқтауға дайын. Мәліметтерге сәйкес Вест Хэм өз жұлдызын 80 миллион евроға сатудан бас тартты. Бірақ Англияның қазіргі чемпиондары бразилиялық үшін күрестен шеттетілген жоқ. Журналист Санти Уаның айтуынша, Манчестер Сити Пакетаның келуі уақыт талабы екеніне сенімді. Келіссөздер қарқыны жүріп жатыр. Және көп ұзамай клубтар келісе алады. Пакетаның өзі өздеріңіз білетіндей Хосеп Гвардиоланың командасына ойнағысы келеді. Өткен жылдың тамыз айында Вест Хэм Лукас Пакетаны Лионнан 43 миллион евроға сатып алған болатын. Шабуылшы жартылай қорғаушы келісім шарты 2027 жылға дейін. Бұл хабарды бізде Фабрицио Романо жеткізіп отыр. Бүгінгі видеолар осымен тәмам. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Енді күнделікті осындай видеолар шығып тұрады. Арнаға тіркелеміз.